Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бешбармақ қамырын қалай илеуді және қалай жаюды көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қамыр илеу үшін бізге еттің сорпасы қажет болады. Мен алдын ала сорпаны дайындап алдым, жақсылап ситадан өткізіп алдым. Енді сорпаға бір кесе ұнды салып, бір жұмыртқамызды жарып, осы ыдысқа саламыз да, жақсылап қаттылау етіп қамыр илейміз. Егерде қамырларыңыз бірікпей жатса, кішкене ғана су қосуға да болады. Қамырымызды жақсылап июі қанғанша осылай қолымызбенен жақсылап илеп аламыз. Енді қамырымызды салфан пакетке орап 20 минутқа қалдырамыз. Осы арада 2 рет қамырымызды басып июін қандырып аламыз. Енді қамырымызды жаюға дайындап аламыз. Осылай қамырымызды қолымызбенен басып шығамыз. Егер байқасаңыздар, қамырым өте жылтырап және июі қанғаны көрініп тұр. Ешқандай да түйіршіктер ештеме жоқ. Бәрін жақсылап қолымызбенен басып, жақсылап июін қандырып алған қамырымызды шет-шетінен осылай оқтаудың көмегіменен айландыра отыра жайып шығамыз. Осылай қамырды шет-шетін оқтауменен басып шығу арқылы қамырымызды жаюға дайындап аламыз. Қамырды осылай оңнан сол жаққа қарай домалата отырып, арасына ұн сеуіп, жайып алатын боламыз. Енді қамырымызды осылай шетін ғана баса отырып, оқтауымызға домалатып, орап, осылай жайып шығамыз. Қамырды қатты қолымызбенен басып, қатты күштеп олай жаймаймыз. Жай ғана қолыңыздың ұшымен ғана осылай айландыра отырсаңыздар, тек қана шетін ғана басып, өзі қамыр әдемі болып, домалақ болып, әдемі жайылады. Бешбармақтың қамырын негізі қатты қылып илеген дұрыс, және осылай бірнеше рет июін қандырып алу үшін басып аласыздар. Бешбармаққа жұмсақ қамыр илемейміз, себебі ол суға түскенде езіліп кетуі мүмкін. Қамырдың тек шетін ғана баса отырып, осындай домалақ біркелкі қамыр жайып алдық. Жайылған қамырымызды оқтауға орап алып, осындай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Міне қараңыздаршы, қамырымыз қандай біркелкі, әдемі және бір тегіс болып шықты. Осылай қамырларымыздың бәрін кесіп, осылай дайындап аламыз. Осымен біздің бешбармақтың қамыры дайын, сорпаға салып алуға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецептер шығатын болады. Және де менің каналымдағы басқа видеоларды көруді ұсынамын. Видео ұнаған болса, лайк, комментарий жазып қалдырыңыздар. Каналға тіркеліп, достарыңызбенен бөлісіңіздер.